Құйрық майдың пайдасы туралы білесіздер ме? Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны толық көрмес бұрын каналыма тіркеле кетіңіздер. Медицина дами қоймаған кезеңде қазақ халқы қандай ауру сырқауы болмасын, барлығында негізінен қойдың майымен, биенің сүтімен, шұбатпен, жас сорпамен емдеген. Бір ғажабы осындай ем арқылы сырқаттар өз дертінен құлан таза айыққан. Кейін медицина саласы қарқындап өсті. Жаңа ғасырда жаңа препараттар пайда болды. Дәрігер мамандар қойдың майының, жылқының сүрленген етінің кері әсері туралы айта бастады. Әйткенмен кейбір ғалымдар адам ағзасына күніне 50-70 грамм май қажет дейді. Қайсысына сену керек? Мыңдаған жылдар бойы ата-бабамызды талай аурудан аман алып қалған қойдың майынан шынында бас тарту керек пе? Қазақ халқы қойдың майымен қалай емделген? Көшпелі заманда қазақ малшылары қойдың майын қыстың сырқыраған аязынан қорғану мақсатында қолданған екен. Әсіресе мал бағуға аттанарда екі беті үсіп кетпес үшін шылқытып тұрып майды жағып алатын болған. Суық тисе дереу майды жылытып аш қарынға жұтқызады. Артынан сүт ішкізеді. Түрлі инфекциялық аурулар жұққанда, суықтап қалғанда арқаны маймен сылап оранып алған. Ұйықтарда кеудеге арқаға жағып жатқан адам түнімен терлеп, таңертең ұйқысынан жеңіл оянады. Бәрінен бұрын ыстық күйінде қасықтап ішкен өте пайдалы. Құйрық май тұмауға қарсы бірден-бір дәрі болып табылады. Құйрық май қолқаны жібітеді, қақырықты тастауға көмектеседі. Қақырық кетсе құрғақ жөтел де кетеді. Сонымен қатар туберкулезге шалдыққан науқастарды да қойдың майымен емдеген. Өкше жарылғанда апа-әжелеріміз қара сабынмен аяғын жуып, құйрық майды жағып ұйықтаған. Ертесіне терісі жұп-жұмсақ болып, оңалып кететін көрінеді. Аяқ сырқырап ауырғанда да қойдың майының пайдасы зор. Бұрын қолдан, сексеуілден, алаботыдан кір сабын жасағанда құрамында қойдың майын қосады екен. Сондай-ақ құйрық майды жесең, көпке дейін қарның ашпайды. Ертеректе қазақ халқы бесіктегі баласына қарауға уақыты болмағанда аузына құйрық майды дәкеге орап, емізік орнына қолданған. Міне қалың жұртшылық сол себепті де құйрық май иммунитетті нығайтатынын жоққа шығарғысы келмейді. Шақалақ ауырса құйрық майымен сылайды. Ол балақайдың бойындағы суықты шығарып, қан айналымын ретке келтіреді. Сәбидің ширақ болып өсуіне ықпал етіп, буындарын жазады. Жауырыны жабысып қалмас үшін де құйрық майды пайдаланған. Тағы бір ерекшелігі, ол ешқашан дәмін кетірмейді, бұзылмайды. Жаңа ғасыр медицинасы не дейді? Мамандар қойдың майы қандағы холестерин мөлшерін көбейтіп, жүрек қан тамыр ауруларына әкеп соғатынын көп айтады. Қой еті басқа малдың етіне қарағанда сіңірілуі қиын тағам болып есептеледі. Қой етінен әзірленген тағамнан соң бірден ұйқыға кетуге болмайды. Асқазан ауруына апаруы ықтимал. Қойдың құйрық майының құрамы май қышқылдары лавр қышқылы, мейірсті қышқыл, пальмит қышқылы, пальмитол қышқылы, маргарин қышқылы, стеарин қышқылы, алеин қышқылынан тұрады. Енді осы құрамдарға толығымен тоқталып өтейін. Шоколад та осы үшеуінен алеин қышқылы, стеарин қышқылы, пальмит қышқылынан тұрады. Бұл үш май ғылымда пайдалы асқа жатқызылады. Мәселен, алеин қышқылы жүрек қан тамыр ауруларының алдын алатын қасиетке ие. Жоғары температураға өте төзімді келеді. Бәрінен бұрын құрамында зәйтүн майы бар. Зәйтүннің пайдалы жағын айтпаса да белгілі. Стеарин қышқылы ерлердегі тромбогендік және атерогендік қауіптің алдын алады. Ол ағзаға биологиялық жағынан алғанда ол емес. Денені маймен сылағанда жұмсартатынның себебі де осы. Стеарин қышқылына байланысты. Ол теріні балғын етіп, ауа өткізгіштігін тездетеді. Пальмит қышқылы ағзаға кері әсерін тигізетін және де холестеринді жоғарылататын жалғыз қаныққан май. Әйткенмен майдың құрамында өзге де зиянсыз қаныққан май қышқылдарының жалпы мөлшерінен аз екендігін алып қарасақ, пальмит қышқылы холестеринді жоғарылата алмайды.
Осы жерде тағы да айта кету керек, медицина құйрық майдың адам ағзасындағы холестерин мөлшерін көбейтетінін айтқан. Пальмит қышқылы салқын тигенде ықпал етеді. Ол теріні оңалтып, тез терлетеді. Ғасырлар бойы біздің халықтың емі қойдың майы болып келеді. Кім не десе де тарихты жоққа шығара алмаймыз. Бабаларымыз үшін қойдың құйрық майының орны қашанда бөлек болған. Дегенмен заман ағымы дегенде бар. Әлем өсті, көркейді, медицина дамыды. Бірақ бұл қойдың майы пайдалы емес деген сөз емес. Қойдың майы бір адамның ағзасына оң әсер етсе, екіншісіне керісінше болуы мүмкін. Мүмкін көздеген сырқатынан айықтырып, ағзаның басқа бөлігіне кері ықпал етеді. Қысқасы, майды тұтынбас бұрын арнайы маманның кеңесін алғанның артықтығы жоқ. Құйрық майдың құрамындағы пайдалылық қойдың жеген шөбі мен ішкен суына және нәсіліне де қатысты. Осы ретте құйрық майы шипалы саналатын қойлардың қатарында қазақтың қылшық жүнді қойы, еділбай, шу секілді қой тұқымдары кіреді. Қойдың құйрық майының пайдасы туралы білдіңіздер деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын.